Assalamualaikum dostlar, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Бүгін мен жездем тауықтарына мен қарайтын боламын. Себебі жездем неге кетіп қалды ауруынан өзін. Сол қарайтын ешкім болған соң қарап жатырмын. Тауықтар жақсы. Ақ тауықтары 1 жыл болмаған. Өзінің бұрынғы 1,5 жылдық тауықтар да бар. Көбіне 1 жылдықтар. Тауықтар туып жатыр. Мына тауықтың пародасын білесіздер ме? Әйтеуір фабричный тауықтар дейді. Пародасын білмеймін нақты. Бірақ әйтеуір комментарий жазып кетіңіздер, пародасы қандай. Сол. Менің тауықтарыма қазір тоже баратын боламын, бірақ бірінші жездем тауықтарын қарап жатқан жайым бар. Осындай обычный қора, кішігірім контейнер ма сондай, 15 шақты тауық. Суын әкеліп қойдым. Жемдері, осындай жем. Көп берген жоқпын. Орташа бердім, орташа. Осыны кешке дейін жейді. Болды, бүгін тек осы жемді беретін боламыз, себебі мына тауықтар семіріп кетуі мүмкін. Андай тауықтар өздері арық келеді негізінде. Арық болып келетіне қараңыздар. Бірақ жұмыртқалары ірі болады. Қазірдің өзінде кішкене бергенге үш тойып қоп. Шөлдеген сулары мұндай діспен берген, мен бірақ мына дісті бере алмаймын. Осы шелекпен әкеліп қойдым. Әртүрлі порода. Екінші тауықта уже не істеп жатыр, туайын деп. Жақсы туады неге жездемнің тауықтары. Бірақ бұл жездемдікі қыста тумай, қыста туған жоқ. Ал менікі қыста көптеген жұмыртқа туды. Сол қазір уже 2 айдай болды ма туып жүргеніне. Сондай шаңал жездемдікіне. Осындай кәдімгі қора. Айтпақшы, өзімнің әтешім жездеге беріп қойдым. Білетін боласыздар. Сол артық еш жаңалық жоқ. Қазір өз тауықтарыма да барам. Осы бұларды босатпайын, себебі қазір Атырауда қатты жел, салқын. Өзім қазір үстімде осындай жемпір, толсток, сосын зуркавник. Осы достар. Өз тауықтарыма баратын боламын. Общем, болдық. Бұны қазір өтек тұстап ендік, өз тауықтарыма барамын. Қазір өз тауықтарымызға барып, дала жел енді дұрыс естілмейді. Сондықтан осылай не істеп жатырмын. Тауықтарымды мен сеткеге босатып кеткен болатынмын. Далада олар тоңып қалуы мүмкін енді. Сол үшін тауықыма бара жатырмын. Сеткемді білет шығарсыздар, сол жерге босатып кетіп едім. Кеше плюс 30 градус болды, сондықтан босатып кеттім. Достар, даусым естілмесе, желден болып тұр. Велосипед айдау қиын екен мұндай желді күні. Şimdi dostlar, geldim tavuklarıma. Kerip tokarak keteyik. Қазір бір жұмыртқа туған бүгін. Нормально, жауып қойайық, осы жерге туып жүр. Осы қазір
босатқан дұрыс па? Жақсы босатылып жүре берсін қазір. Жүргенше. Мен қатты босатып жатқан жоқ, себебі дала жел. Міне жарық. Мен қораның іші жарық енді нормально. Жемдерін беремін. Негізі бұлар қатты аш болып тұрған жоқ, себебі мен кеше жақсы көп беріп кеттім жемдерін. Екі жерде су тұр. Жемдерін берейін. Уже бітіп жатыр жемдер. Сол бітіп, соңына дейін бітіп тұру керек. Жемдердің бағалары сіздерде қанша болып жатыр? Бізде мына мысалға осы аралас жем 30 килосы бір мешок 4,5 4,5 осы. Тек осы ұяларға толып жүр. Қаздарға да беру керек. Dostlar olsa жемдерін беріп болдым. Бүгін дала онша емес болып тұр, сондықтан бұлар дұрыс босата алмаймын, жемдерін дұрыс бере алмаймын. Жемдерін бердім, бірақ шөп сондай бере алмаймын қазір. Сондықтан жемдерін жеп жылы қораларында жатсын. Дұрыс емес пе, да? Сулары бар. Су бар. Жемдер бар. Енді тек қамау қалды осы. Достар, егер де видео ұнаса лайк басып түріп кетіңіздер. Сіздерде мен болған, мен Маруф, қош сау болыңыздар.